Альфа бұрышының синусы бірлік шеңбердің екінші ширегінің сәйкес нүктесіне тең. Синус мәні сәйкес келетін екі бұрыштың бар екеніне назар аударыңыз. Сол себепті екінші ширектегі кез келген альфа бұрыштың синусын табу үшін бірінші ширектегі қарама-қарсы бұрыштың синусын табуға болады. Үшінші ширектегі бұрыштың синусы теріс. Бірінші ширектегі бұрыштың синусы оң. Бірақ бірінші және үшінші ширектегі бұрыштардың синусының абсолюттік шамалары тең екендігіне назар аударыңыз. Сол себепті үшінші ширектегі альфа бұрышының синусын табу үшін бірінші ширектегі альфа минус 180 градус бұрышының синусын тауып, таңбасын өзгертуіміз керек. Сондай-ақ, төртінші ширектегі бұрыштың синусына келтірілген бірінші ширектегі бұрыштың синусын табаламыз. Төртінші ширектегі альфа бұрышының синусын табу үшін бірінші ширекте жатқан 360 градус минус альфа бұрышының синусын тауып, таңбасын өзгертеміз. Альфа бұрышының косинусы бірлік шеңбердің бірінші ширегінің сәйкес нүктесіне тең. Бірінші ширектегі бұрыштың косинусы оң, ал екінші ширектегі бұрыштың косинусы теріс. Бірақ екінші ширектегі әрбір бұрышқа бірінші ширекте сәйкес нүктесінің x координаталары тең. Тек таңбасында ғана айырмашылығы бар бұрыш табылады. Екінші ширектегі альфа бұрышының косинусын табу үшін бірінші ширекте жатқан қарама-қарсы 180 градус минус альфа бұрышының косинусын тауып, оң таңбаны теріс таңбаға өзгертеміз. Үшінші ширектегі бұрышты бірінші ширек үшін келтіргенде косинустар мәні бірдей, бірақ таңбалары әртүрлі болады. Үшінші ширектегі альфа бұрышының косинусын табу үшін бірінші ширектегі альфа минус 180 градус бұрышының косинусын тауып, таңбасын өзгертеміз. Бірінші ширектегі бұрыш төртінші ширектегі бұрышқа түрленгеніне назар аударыңыз. Төртінші ширектегі бұрыштың косинусын табу үшін бірінші ширектегі 360 градус минус альфа бұрышының косинусын табамыз. Таңбасы өзгеріссіз қалады. Егер біз екінші ширектегі бұрыштың синусы мен косинусын іздесек, онда келесі формулаларды қолдануымызға болады. Сол сияқты, біз екінші ширектегі бұрыштың тангенсі үшін ұқсас формуланы табаламыз. Үшінші ширектегі бұрыштың синусы мен косинусын қолданып, бұрыштың тангенсі үшін дәл сондай формула табаламыз. Тангенс функциясының кез келген бұрышы үшін оның периоды 180 градус екенін біле отырып, формуланы бірнеше жолмен табуға болатынына назар аударыңыз. Сонымен, төртінші ширектегі бұрыштарға келесі формулаларды қолданамыз. Екінші ширекте орналасқан кез келген бұрышты 180 градус минус альфа түрінде жазуға болады. Бұл жердегі альфа сүйір бұрыш. Альфа және 180 градус минус альфа бұрыштарының қабырғаларына тиісті А1 және А2 нүктелерін таңдайық. Нәтижесінде ОА1 кесіндісі ОА2 кесіндісіне және олардың ұзындығы R радиусқа тең болу керек. Өзара тең екі тікбұрышты үшбұрыш шықты. Ендеше А1 нүктесінің координаталары x, y болса, онда А2 нүктесінің координаталары минус x, y болады. Сонда мынадай формулалар шығады. Екінші ширекте орналасқан кез келген бұрышты альфа қосу 90 градус түрінде жазуға болады. Бұл жердегі альфа сүйір бұрыш. Альфа және альфа қосу 90 градус бұрыштарының қабырғаларына тиісті А1 және А2 нүктелерін таңдайық. Нәтижесінде ОА1 кесіндісі ОА2 кесіндісіне және олардың ұзындығы R радиусқа тең болу керек.
Өзара тең екі тік бұрышты үш бұрыш шықты. Ендеше А1 нүктесінің координаталары x, y болса, онда А2 нүктесінің координаталары минус y, x болады. Сонда мынадай формулалар шығады. Синус 6-дан 29 пидің мәнін есептейік. 6-дан 29 пиді 4 пи қосылған 6-дан 5 пи түрінде жазаламыз. Сондықтан синус 6-дан 29 пи синус 6-дан 5 пиге тең. Себебі 2 пи синус функциясының периоды. Біз 6-дан 5 пиді пи бөлінген 2 және пи бөлінген 3-тің қосындысы түрінде жазаламыз. Сондықтан синус 6-дан 29 пи косинус пи бөлінген 3-ке тең. Бұл жерде біз мынадай келтіру формуласын қолдандық. Косинус пи бөлінген 3 2-ден 1-ге тең. Бұдан синус 6-дан 29 пидің 2-ден 1-ге теңдігі шығады.